жоғарғы жақ сүйек, максиля. Жоғарғы жақ сүйегіміз бізде көз ұясын, мұрын қуысын, ауыз қуысын түзуге қатысатын сүйектердің бірі болып табылады. Ол бет сүйекте, бет аймағында бас сүйектің бет бөлімінің сүйектерінің бірі болып табылады. Жұп сүйек дедік. Ол денесінен тұрады, корпус максиля және 4 өсіндісінен тұрады. Денесі корпус максиля, оның ішінде қойнау орналасқан. Ол қойнауды жоғарғы жақ қойнауы синус максилярис деп атаймыз. Жоғарғы жақ қойнауы өзінің саңылауы арқылы, хиатус синус максилярис арқылы мұрын қуысының ортаңғы мұрын жолына ашылады. Денесінің 4 беті ажыратылады. Алдыңғы беті фацис антериор, фацис орбиталис көзұялық беті, фацис назалис мұрындық беті және фацис инфратемпоралис самайасты беті. Алдыңғы бетіне келетін болсақ, алдыңғы бетінің төменгі жағында ұяшықты қыраттар көрсетілген міне. Ұяшықты қыраттар юга альвеолярис деп аталынады. Осы ұяшықты қыраттардың ең ірісі болып бізде саналады екен ит тістің қыраты. Міне, ит тістің түбіріне сәйкес келетін қыратты көріп тұрмыз. Ең ішінде өзі қомақтылау болып келетін қыраттардың бірі. Одан латеральды орналасатын шұңқырды ит тістік шұңқыр деп аталынады, фосса канина деп аталынады. Ол шұңқырдан жоғары қарай тесікті көреміз. Ол тесігіміз бізде көз ұясы асты тесігі, форамен инфраорбитали деп аталынады. Медиалды жақта, медиалды қарай, ішке қарай орналасқан тілігін көріп тұрмыз. Ол тілікті бізде мұрындық тілік инцизура назалис деп аталынады. Мұрындық тілігіміз алдыға қарай қылқанмен аяқталып тұр, спина назалис антериор, алдыңғы мұрындық қылқан деп аталынады. Келесі беті көзұялық беті деп аталынады. Фацис орбиталис. Көзұялық беті өзінің пішініне сәйкес үшбұрышқа ұқсайды. Көзұялық бөлімінің медиалды бұрышында тілік орналасқан, оны инцизура лакрималис, көз жасы тілігі деп аталынады. Және төменгі бетінде көзұялық бетінің жүлге орналасады. Ол жүлгені сулькус инфраорбиталис, ары қарай ол каналис инфраорбиталисқа ұласады да форамен инфраорбитали арқылы шығады. Бұдан аттас нервтермен қан тамырлары өтеді. Келесі беті мұрындық бет, фацис назалис. Мұрындық бетіне келетін болсақ, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңа айтып өткен саңылауды көреміз. Бұл саңылауымыз хиатус максилярис деп аталынады. Ол саңылауларыңыз арқылы жоғарғы жақ қойнауы мұрын қуысының ортаңғы мұрын жолына ашылады. Және одан алдыға қарай жүлгені көріп тұрмыз. Ол жүлгеміз сулькус лакрималис деп аталынады. Көз жасы жүлгесі деп аталынады. Және ішкі бетіне қарайтын болсақ, не өздеріңіз көріп тұрғандай қырқа көрсетілген. Оны бізде айтылады екен кеуелжір қылқаны, немесе бұны креста канхалис деп аталынады. Оған керіп төменгі мұрын қалқаны немесе
төменгі мұрын кеуел жері деп аталынады, сол кеп бекінеді. Одан жоғары қарай бағытталған, міне тұрған, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осы жерде орналасатын қырқаны криста этмоидалис деп аталынады да, бұған ортаңғы мұрын қалқаны келіп бекінеді деп айтасыздар. Енді қарастыратынымыз бізде келесі беті самай асты беті. Фацис инфратемпоралис деп аталынады. Самай асты бетінде ең шыңқы жерін тубер максиля деп аталынады. Ол тубер максиля, қазақша айтатын болсақ, жоғарғы жақ төмпегі деп аталынады. Осы жоғарғы жақ төмпегінің маңында ұсақ-ұсақ тесіктер болады. Ол тесіктерді форамина альвеолярия, ұяшықты тесіктер деп атаймыз. Аттас нервтер мен қан тамырлары өтеді. Жоғарғы жақ сүйегінің 4 өсіндісі байқалады. Ең бірінші тұрған алдыға қарай бағытталып орналасқан, және алдыға және жоғары қарай бағытталған. Оны бізде мына тұрған маңдай сүйегінің парс назалисімен байланысып тұрған, сондықтан да оны процессус фронталис деп атаймыз. Маңдай өсіндісі. Келесі өсіндісі, бет сүйек өсіндісі, процессус зигоматикус. Бет сүйек өсіндісі бет сүйекпен байланысады. Мына тұрған жерде міне. Келесі өсіндісі, үшінші өсіндісі, ұяшықты өсінді деп аталынады. Процессус альвеолярис деп аталынады. Ұяшықты өсінді. Ұяшықты өсіндіде ұсақ-ұсақ ұяшықтар болады. Альвеолиденталис деп аталынған. Ол ұяшықтарға келіп бізде мына тістер келіп орналасады екен. Әрбір ұяшықтың арасында ұяшық аралықтары бар. Септа интер альвеолярис деп аталынады. Келесі өсіндісі процессус палатинус. Таңдай өсіндісі. Таңдай өсіндісінің алдына қарай орналасқан, мына жерден тесікті көріп тұрмыз. Ол тесігіміз алдыға қарай бағытталып, міне жүлгеге қарай өтті. Бұл жүлгеміз күрек түске сәйкес келіп тұрғандықтан күрек түстік жүлге деп аталынады. Sulcus incisivus. Және де осының процессус палатинусымыз біздің. Процессус палатинусымыз өздеріңіз көріп тұрғандай, міне процессус палатинусымыз артқы жағында беттің ұсақ сүйектерінің бірі, таңдай сүйектің міне тұрған горизонтальды табақшасымен байланысады екен. Ары қарай міне өздеріңіз көріп тұрғандай тесікті көріп тұрмыз. Форамин палатинум майорис, немесе қазақша үлкен таңдай тесігі деп аталынады. Ары қарай ол үлкен таңдай өзегіне ұласады. Оның артында кіші таңдай тесігі бар, форамин палатинум минорис деп аталынады.